Ассалаумағалейкум, құрметті мен оқырмандарым. Бұл видео Түркістан полициясының басшысы Бауыржан Жанайыпқа және де департамент баспасөзіне жолданатын болады. ДТП болған осы Түркістан қаласында. Және де анау ДТП болған кезде главный дорог, жол беріңіз, жол ережесін бұзып, ДТП болған, өте қатты болған. Қазір видеосын көрсетем. Міне енді бұнда қазір бұл автокөлікті штраф стоянкеден қазір алып шығып кеткен. Аның ішінде әйелі, бала шағасы болған. Енді бала шаға қорқып қалған, қазіргі таңда әлі шошып оянады дейді. Бұл қалай бұл жеңіл жарақат болады? Адамның өзі қатты келіп машина бір аударылып түсті. Қазір штраф стоянкеден шығып кетті. Қалай шығып кеткен білмейміз. Осының бәрін тексеріп, заңды шарасын көруін сұраймыз. Және де автокөлігін қазіргі таңда әлі істеп бермей жатыр екен. Сотқа әлі жетпеген. Ол материалды қысқартып тастады ма деген күдік бар. Сондықтан бұл ДТП жасаған адам 6 ай правасынан айырылу керек. Заң бойынша осыны тексеріп, заңды шарасын көруін сұраймыз. Бір айға жуық жобалап қалған бұл болған ДТП-ға. Сондықтан негізі жеңіл, ауыр, негізі жеңілге бұл саналмайды. Ауыр болып есептелу керек негізі. Сондықтан заң шарасын көрсеңіздер.